Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар және оқушылар? Қынабек Өкібаев атындағы номер 37 жалпы орта мектебіндегі мектеп алды даярлық сыныбында сөйлеуді дамыту сабағынан ас атасы нан тақырыбындағы ашық тәрбие сабағымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты нанды қадірлеп қастерлеу және дәстүрді сақтауға үйрету. Және балалар, сендерге бір-екі нақыл сөз айтып кетейін. Адамнан үлкен ат жоқ, наннан үлкен ас жоқ. Тістем нанның қадірін тарыққанда білерсің. Анық достың қадірін сарыққанда білерсің. Нан ардақта асылас. аттамас, Оны ақары жас. ақ Ақ дастарқанның үстінде. қол Қол сумай оны ыстамақ. Асынан. Жепелдің сасынан. Дастарқанға нан тетсе. Неке тетет асынан. Дәнді саспа, нанды баспа. Мен сіздерге қазір тақпақ айтып беремін. Нан ардақты асылас. Аттамас оны кәрі жас. Ақ дастархан үстінде қол жумай оны ыстамас. Нан болса ойнап күлеміз. Нан барда еркін жүреміз. Тіршілік көз нан ғана, нан қадірін білеміз. Мақал мәтел айтам енді. Нан қадірін артықта білесің. Нан болса, әнде болады. Арба бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Нан болса ән бал. Таңғы асты тастама. Болады ақ бидай. Басылым иіп, ақ будай. Трактормен комбайн жүргіз ұйындай. Ба бидай әсекер. Алтын күміс тас екен. Атадасын нан. Нан болса ойнап күлеміз. Нан барда еркін жүреміз. Тіршілік көзі нан ғана, нан қадірін білеміз. Мақал мәтел. Нан табақтың атасы, ынтымақ көптің батасы. Тату үйдің